Аллахпен контрактқа отыру. Нәзір деген бұл амал екен. Бұл амалды қалай жасаймыз енді? Сізге қатты бір нәрсе керек қой. Қатты бір өзіңіздің дұғаңыз бар, тілегіңіз бар. Или же балаңыз ауырып қалды, иә? Аллахпен контрактқа отырасың дейді да. Өздеріңіз таңдайсыздар, бұны жасайсыздар ма, жасамайсыздар ма? Бірақ маған ұнады. Почему бы и нет деді. Мысалға, сіз бір қатты күшті жұмысқа тұрғыңыз келеді. Аллах тағала, мен осы жұмысқа тұрсам, мен мына нәрсені жасаймын деп Аллаға серт бересіз. Сен мені жұмысқа тұрғызсаң, мен мына нәрсені жасаймын деп. Мысалға, таң намазын оқып бастаймын. Если сіз үшін ол оңай болса, қиын нәрселерді істей алмаңыздар. 30 күн ораза ұстаймын деп, сосын 30 күн оразаңыздың быт-шыты шығып, неге мына амалды жасадым, енді Құдайдың алдында күнәһармын деп, чувство виныға бітіп кетпес үшін сізге жеңіл болатын оңай бір амалды жасап бастаңыз. Бір күн ораза ұстаймын деңіз. Балаңыз ауырса, баламды жазсаң, бір күн ораза ұстаймын. Осы жұмысқа кіріп кетсем, 3 күн ораза ұстаймын. Запустан анша ақша тапсам, таң намазына тұрып бастаймын деген секілді амал. Яғни Алладан бір нәрсе сұраймыз, соның қарымтасы ретінде оған бір құлшылықты жасаймыз. Осы амалды мысалы мен де өзімнің өмірімде енді пайдаланамын деген шешімге келіп жатырмын. Екі түрлі пікір бар екен, біреуі болады, біреуі болмайды дейді. Но таңдайтын өзіңіз, если откликается вам, если вы хотите, если в кайф вам это делать, то делайте.